Вазелин пайдасы әр үйде болуы тиіс құрал. Вазелин түссіз не сарғыш түсті, иіссіз, қою майлы зат. Косметологияда және кейбір медициналық мақсаттарда кеңінен қолданылады. Теріні ылғалдандыру. Вазелин терінің бетін қабаттап жауып, ылғалды ішке қамап қояды. Бұл құрғаған терге өте пайдалы. Қыста жарылған, сыздаған қол-аяқты жұмсартады. Ернінің жарылуын емдейді. Жарықтар мен жараға көмек. Теріде жарық немесе жеңіл жара болса, үстіне жұқалап вазелин жақса, микробтардан қорғайды. Қабығын түсірмей жазылуына ықпал етеді. Аяқ өкшесіндегі жарықтарға таптырмас ем. Иіссу ұзақ сақталады. Хош иісті иіссуды денеге сеппестен бұрын сол аймаққа вазелин жағып алсаңыз, иіс бірнеше сағатқа ұзақ сақталады. Бояу қалдығын алу, беттегі макияжды немесе бояу үзін жұмсақ түрде кетіруге болады. Көз бояуын сүрткенде теріні тітіркендірмейді. Аяқты жұмсартады. Ұйықтарда өкше мен табанға жақсаңыз таңертең жұмсарып шығады. Үстінен жұқа шолық киіп жату әсерін күшейтеді. Қашан қолдануға болмайды? Ашық жараға, қан кетіп тұрған жерге жақпау керек. Бетке шамадан тыс жағу тері тесігін бітеп, безеуді көбейтуі мүмкін. Вазелин ылғал бермейді, тек бар ылғалды сақтайды. Құрғақ теріге алдымен су жағып, сосын вазелин жағу тиімдірек. Міне құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызда пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір оп-оңай әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.